Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өзімнің керемет рецептін көрсетейін деп шештім. Панкейки жасап, столды жөндеп алайын. Асты нетіп тұр. Панкейки жасап, өзім түрімді снимать етпеймін, потому что не стоит. Оған бізге 350 грамм сүт керек, жылы сүт керек. Комнатная температура емес, жылы сүт керек, чтобы сахарды еріту үшін. 350 грамм, 250 грамм ұн керек. Айтқандай, бұл панкейки өте воздушный, жұмсақ, ең рецепттің ең күштісі десем болады. Бұған ешқандай анандай сода, анау қосудың қажеті жоқ. Оны қазір көрсетемін сіздерге. Өте әдемі, пышны болып піседі панкейктарыңыз. Неше рет істедім осы рецепт бойынша. Өте дәмді, әдемі болады. 250 грамм ұн керек. Одан кейін 4 ас қасық тамаққа қосатын май керек. Одан кейін 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқа мендегі, кажется, қолдыңқы сондай, по-моему. Одан кейін қант керек. Одан кейін кішкене бір анандай шымышым дейді ғой. Сондай тұз қосамыз. Тұз ана жақта тұр. Түсінікті ғой, жалпы рецепті, жалпы керек заттар осы. Қазір мен видео түсірген екен, ұзақ болып кетпесін деп видеоны өткізіп істейтін боламын. Озвучка былай айтамын ғой енді. Сол мұқият болыңыздар, өте әдемі, өте дәмді панкейки болады. Достар, ең бірінші кезекте жұмыртқаның ағын бөлек, сарысын бөлек нетіп аламыз. Оны қазір түсіндіретін болам алдағы уақытта. Сосын сарысын миксермен араластырамыз. Миксерлеріңіз жоқ болса, қолмен істей беруге болады. Венчиктеріңіз болса, мен бұрын қолмен істей беретін, бола береді. Одан кейін қант қосамыз. 4 ас қасық қант қостым. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Қантты, одан кейін сүт қосамыз, оны араластырамыз, солай. Снимаешь? Жоқ, сөйлей бер, просто не вам деп. Өтті жерім ғой. Жоқ, артын ертең засекешь, да? Артын ертең засекешь? Жоқ, алдымды ғана түсіратырмын. Достар, одан кейін барып ұн қосамыз. Ұнды мен видео түсіріп атырмын деп ойлаптым, сөйтсем түсірмей тұрған екенмін. Ұнды ситадан өткізіп көрдіңіздер ғой жаңа басында. Ситадан өткізіп қосасыздар, міндетті түрде арасына ауа кіру керек, сонда воздушный әдемі болады. Май қосасыздар, тұз қосасыздар. Солай қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын барып мынау несін жуып, миксердің венчигін тазалап жуып, суын кетіріп, енді жұмыртқаның ағын істейміз. Ағын істеген кейін ол әдемі, өте әдемі пенка болады, көтеріледі. Міне, өздеріңіз көргендегідей қолмен де істесеңіздер болады. Істеуге мүмкін, әрине қиындау болады, бірақ дегенмен мүмкін. Қыздар, міне пенка болды. Яичный белок. Пенка болады. Осы пенканы араластырамыз. Осы сода, разрыхлитель дейба, не дейсіңдер, өз тілім келмейді, соған бар ғой. Соның рөлін ойнайды ғой. Содан пышный әдемі болады, белок осындай пенка. Қазір бұны жайлап ана неге араластырамын. Тоже тез өткізіп жіберем, өйткені тоже ұзақ болып кетеді. Достар, қырылып, жойылып, пісіріп біттік қой. Мана панкейкіміз. Қаз ыстық әлі. Мана арасын көрдіңіздер ма? Воздушный қандай. Әдемі. Жұмсақ, жеңіл, әдемі болады. Істеп көріңіздер, өкінбейсіздер. Тек осы рецептпен
істеймін мен. Өте әдемі болады. Мен андай жұқа блинчиктен гөрі осындай панкейки жақсы көрем. Мынандай вареньемен берем балдарға. Или болмаса мынамен жейді. Кел, мен варенье салайық. Атат. Мен қасымда папаны ұрамыз. Менің қасымда көмекшім отыр. Мынау вишня ғой. Магазиннен сатып алдық. Что-то андай. Майдаланып тастапты. Натурально деп қойған. Кәдімгі натурально вишняның дәмі шығады, әдемі. Қолдан жапқан сияқты. Бауыр, баланы алып кел. Все, жебасын. Істеп көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді, өте әдемі болады, жұмсақ болады, воздушный болады. Серьезно айтамын. Осы рецепт бойынша істеп көріңіздер. Міне. Сау болыңыздар. Пока-пока. Қалай, көркем? Ням-ням ба? Тәтті ма? Ай, көркем. Ай-ай. Қан, тәтті ма? Тәтті. Бермеймін, ешкімге бермеймін, жаным, сен жейсің. Йо, сен жейсің, жаным. Дегустацияға мен қызыммен. Папа, сен тиме, е? Уч-уч. Жаным. Дегустаторым ғой мен. Солай сау болыңыздар. Істеп беріңіздер балдарыңызға. Мен балдарым ұнайды. В основном варенье жейді олар, конечно. Ай, жаным. Ача.